Баршаңызға қайырлы күн, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ әрі биік болып шығатын шарлотка әзірлейтін боламыз. Бізге керегі жұмыртқа, қант, қамыр қопсытқыш, ұн және де алма керек. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, үстіне қант салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз ағарып, 2 есе ұлғаюы тиіс. Міне біздің массамыз ағарып, 2 есе ұлғайды. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, електен өткізіп алатын боламыз. Содан соң венчиктің көмегімен біркелкі болғанша жайлап араластыратын боламыз. Ішінде ешқандай түйіршіктері қалмауы тиіс. Миксермен араластырмаңыздар, осылай венчиктің көмегімен араластырыңыздар. Миксермен араластырсаңыздар, өз формасын жоғалтып қоятын болады. Формамызға құйып, үстінен жіңішкелеп туралған алмамызды гүл тәрізді етіп орналастыратын боламыз. Міне алмаларымызды осылай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Туралған алмамызды формамыздың ішіндегі массамызға дөңгелете отырып, орналастырып шығатын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай пирогтың ішіне де алманы кесіп-кесіп салсаңыздар болады. Мен ішіне салған жоқпын, тек қана бетіне осылай қойып шықтым. Осылай алмаларымызды орналастырып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің шарлотка пирогымыз дайын. Үстінен қант ұнтағын сеуіп, әдемілеп ұсындым. Дәмі өте ерекше. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.